Магниттер темірдің кішкентай бөлшектерін тартады. Бұл жағдайда ол темір үгінділері. Темір үгінділер көбірек жиналатын магнит бөлігін магнит полюсі деп атайды. Кеспек, доға немесе өзекше формалы магниттердің полюстері барлық уақытта олардың ұштарында болады. Еркін ілінген немесе тірекке қойылған магнит географиялық ось бойымен айналып, солтүстік-оңтүстік бағытта орналасады. Ілінген немесе тірекке қойылған еркін айнала алатын жіңішке магнит магниттік бағдаршы деп аталады. Магниттік бағдаршы географиялық полюстерді қосатын сызық бойымен орналасады. Географиялық солтүстікті көрсететін бағдаршы ұшы көк түске боялады және магниттің солтүстік полюсы N деп аталады. Магниттік бағдаршының оңтүстікті көрсететін екінші ұшы S белгісімен белгіленіп, қызыл түске боялады және магниттік бағдаршының оңтүстік полюс деп аталады. Темір ұнтақтары бұл кіші магниттік тілшелер. Бойымен темір ұнтақтары орналасқан сызықтар магнит өрісінің көш сызықтары деп аталады. Магнит өрісінің көш сызықтары әрқашанда дөңгелек сызықтармен тұйықталған формада болады. Болат сымның кесегі магнит болып саналмайды. Оны магнит деп көрейік, яғни оған жасанды түрде магниттік қасиетті берейік. Ол үшін табиғи магниттің ұштарының бірін өткізгіш бойымен бірнеше рет бір бағытта жүргізейік. Кейінірек магниттеу тәсілдерінің басқа түрлерімен де таныс боласыңдар. Магниттік тілшенің көмегімен сымның ұштарының қайсысы қай үйекке сәйкес келетінін тексереміз. Енді сымды ортасынан бөлеміз де кесектің әрқайсысының екі ұшында магниттік үйектің бар жоғын қарастырамыз. Сымның екі кесегінде де екі үйектің пайда болғанын көреміз. Осыдан магниттік үйектерді бөлуге болмайтындығы шығады, яғни бір үйекті магнит алу мүмкін емес. Move to the beat, move to the beat, move your feet. Time to rock, it's time to rock, it's time to rock on every single block. Магниттік тілшемен тәжірибе жасайық. Сендер оның географиялық солтүстік,
оңтүстік бойымен орналасатынын білесіңдер. Магниттік тілшенің үстіне ток көзіне қосылған өткізгіш орналастырылып, ток тізбегін тұйықтаймыз. Сол кезде тілшенің бұрынғы бағыттағы ауытқығанын көреміз. Тізбекті ағытқан кезде ол бұрынғы қалпына қайта келеді. Бұл тогы бар өткізгіштің айналасында магниттік тілшеге әсер ететін және оны ауытқуға мәжбүрлейтін магнит өрісі бар дегенді білдіреді.